Кісі өлтірушілер дүкені. Екінші бөлім. Кадр 8 жыл бұрынғы уақытты көрсетуден басталады. Жианның әжесі қайтыс болыпты. Жианның әкесі мен көкесі Жейман тартысып тұр. Жейман ағасына: анамды судмед экспертизасына жіберейік. Ол аяқ асты бұлай көз жұмғаны күдікті дейді. Оған ағасы ашуланып: сен не білесің, 8 жылға үн-түнсіз жоғалып кеттің ғой, не? Тірі не? Өлі екеніңнің хабарын айтпадың. Енді келіп анамыздың мәйітін жарып көрейік деп тұрсың ба? Деп айқайлайды. Сол арада Жианның анасы келіп қосылады. Екеуің неге тартысып тұрсыңдар? Адам деген көп келеді. Әлі көп дүниені атқару керек деп тұрғанда кішкене Жиан арғы бөлмеде құмыраны сындырып, шешесін уайымдатады. Бұл жақтағы тірліктерді бітіріп реттеп болғанша. Қайнысы Жейманға қызы Жианды үйге апарып қарайлап тұршы деп өтініш жасайды. Жейман келісіп Жианды үйіне алып кетеді. Содан кейін Жианның әкесі мен анасының қасына бір еркек келеді. Анасының қайтқанына көңіл айтады. Менің Жейманның бұрынғы танысымын. Ол маған анасының жерлеуіне гүл әкелуімді сұраған еді деп гүлдердің жоғарыда екенін айтады. Ал мына жақта Жиан мен көкесі Жейман екеуі телевизор көріп отыр. Сол сәтте Жейманның телефонына біреу хабарласады. Көкесі Жейманның өңі бұзылып кетеді. Жианға: мен бір жаққа барып қайтуым керек. Саған қарауға досымды жіберемін. Оған сөз жұмбақ айт. Дұрыс тапса есікті ашасың. Таппаса ашпа деп кетіп қалады. Көп ұзамай біреу есікті бұзып кіреді. Ол кісіге жұмбағын айтады. Сол сәтте сыртта тағы бір адам оны сүйреп шығып кетеді де көп ұзамай қайтып келіп, қорқып қалған кішкене Жианға жұмбағының жауабын көрсетеді. Сосын бөлмеге кіріп тығылып тұр, қазір мен кіріп табамын деп есігін құлыптап қояды. Сосын оқтың дыбысы шығып Жианды шошытады. Сосын есік ашылып Жианды іздей бастайды. Жиан терезеден секіріп қашып үлгереді. Бірақ қашып бара жатып көлік қағып кетеді. Шошып есін жиса ауруханада екен. Есіктен бағанағы жаман адам Жианның бөлмесіне кіріп келеді. Жеймен көрпені ашып қалады. Сөйтсе Жиан тағы да қашып үлгеріпті. Бірақ жаман адам қайда тығылғанын біліп қояды. Жиан мүрделер сақталатын табытқа тығылады. Ол табытта Жианның анасы жатыр екен. Оны көрген Жиан одар әрі қорқып қатып қалады. Жаман адам есікті ашуға жақындайды. Бірақ есікті көкесі Жейман ашады. Көкесі дер кезінде келіп Жианды жаман адамнан құтқарып алып кетеді. Содан кейін арадан 3 ай өтеді. Жианды мектеп асханасында сыныптас ұлдары мазақ етеді. Сонда бір жігіт араша түсіп, оны қорғап қалады. Ол бірінші бөлімдегі Пичомен деген жігіт еді. Бір бала. Жианның әкесі әйелін сойып тастаған жүргіш болғаны үшін деп күліп тұрғанда, Жиан әлгі баланың басын үстелмен ұрып жарады. Сосын мұғалім Жианның көкесін шақырып: Жианмен жұмыс жасап жүрсіз бе, әлі өзгеріс жоқ дейді. Сөйтсе Жиан болған оқиғалардан кейін сөйлей алмай қалған екен. Көкесі Жейман оқытушыға: ол өзі күресуі керек, болмаса мұнымыздан түк шықпайды дейді. Бір күні сыныптастары Жианды жертөлеге қамап кетеді. Көкесі кешке бірақ табады. Қорыққан Жиан сөйлеп кетеді. Содан кейін кадр бірден бірінші бөлімнің аяқталған жерінен жалғасады. Жиан Қытай тілі оқытушысымын деген бикешке: көкем үйде жоқ. Әлі бері келмейді. Кеткеніңіз мақұл дейді. Мұғалім жарайды деп кетеді. Сол сәтте тағы хабарлама келеді. Жиан: сенің басқаның қолынан өлуіңе жол бермеймін, сені тек өзім өлтіремін деп жазылған екен. Сосын бөлмеден Пичомен шығып: Жиан, менің не тапқанымды қарашы дейді. Сөйтсе қару алушылардың өз коды болады екен. Қызыл түсті код жалдамалы кісі өлтірушілердікі. Күлгін түс тыңшылардікі. Ал сары түс тазалаулар, яғни өлім болған жерді ешкімге білдірмей тазалап алады екен. Тағы бір код жасыл. Ол оператордікі. Оны ешкім өлтіре алмайды өлтірген жағдайда. Сол заң бұзушыға бәрі қарсы шығады. Ол сенің көкең екен дейді. Жан таңырқап, болған оқиғаның бәрін сіңіре алмай отырғанда қатты жарылыстан екеуі де есеңгіреп қалады. Не болғанын білу мақсатында негізгі бөлмеге шықса, оларды нысанаға алып дронмен атқылап бастайды. Екінші бөлім осымен аяқталады. Достар, телехикая ұнаса, комментке жалғасы деп жаза кетіңіздер.
сонда қалғанын шығаратын боламын.